Ұлы жеңіске 74 жыл. Әрине, аз уақыт емес. Өз ұлын, өз ерлерін ескермесе, ел тегі қайдан алсын? Кемеңгерді демекші бүгінгі ұрпаққа, яғни біздер мен сіздерге жанқияр ерлік жасаған батырлардың құрметіне, әруағына тағзым ету үлкен парыз. Әрине, бейбіт күн үшін құрбан болған жауынгерлерге биыл да арналған шеру әсте ерекше, әдеттегідей әсерлі болды. И в том строю есть промежуток мал. Нұр-Сұлтан қаласында жау жүрек полкі құрамына 25 мың адам қосылған. Уақыт өткен сайын сұрапыл соғыстың елесі алыстап барады. Десек те отан үшін от кешіп, кеудесін оққа тосқан баһадүр бабаларымыздың ерен ерліктері дәріптелуі қажет. Жау жүрек полкіне шыққан әрбір азаматтың қолындағы қаһарман атасының, әжесінің суреті, жарқын бейнесі осының куәсі. Үлкеннен бастап кішісіне дейін мұнда жүр бүгін. Мой дедушка подарил мне мир на земле. Его зовут Бугумбаев Нурмалда. Он погиб в Латвии в 1944 году. Менің әкем Ұзақбаев Әзімбай 41-45 жылы Ұлы Отан соғысында соғысты. 17 жасында доброволец болып кетті военкоматтан шақырылып. Сонымен 4 жыл немістермен барлаушы болып соғысты. Чехословакия, Венгрия, Польшаны азаттады, Берлинге дейін жетті. Тарихқа жүгінсек, екінші дүниежүзілік соғыс басталған кезде Қазақстаннан жалпы саны 1.200.000 мыңнан астам адам қатысыпты. Бірақ соның тең жартысын нақтыласақ, 600 мыңы елге оралмай, жат жерде жан тапсырған. 500-ден астам отандасымыз ең жоғарғы Кеңес одағының батыры атағын алған. Оның 100-ден астамы қаракөз қазақтар. Ал бұрынғы Кеңес одағының құрамынан жалпы 27 миллионға жуық адам қан майданға қатысқан. Я внучка Семенова Альмухана Успановича. Семенов Альмухан Успанович у нас герой войны, полный кавалер 3 орденов славы. Ну, это приравнивается героем. Поэтому одна из улиц Астаны названа им его фамилией Семенов. Мен бүгін әкемнің ағасы солардың осы бейбіт өмір үшін күрескенін мақтан тұта есім ала жүрегім жылап келіп отырмын. Болашақта жастарға не тілейсіз? Болашақта еліме тыныштық, бейбітшілік, заманымыз тыныш болсын. Мен мына атамыз Тілеубаев қапастың келіні боламын. Мына кісі екеуі шөберелері болады. Біз өзіміз биыл бірінші рет шығып отырмыз. Шөберелерімен еске қалсын деп. Қалай әдемі ме шеру? Әдемі, өте жақсы. Прям көңілім толқып тұр. Мына кісілер енді аруақтар риза шығар. Енді осындай соғыс болмаса деп отырмыз. Бүгінде сол қайсар қарияларымыздың қатары азайып бара жатқаны жанға батады. Елордадағы шеру сағат 13:00-да Қазақ елі монументінен басталып, отан қорғаушылар алаңында батырлардың әруағына тағзым етіп, мәңгілік алауға гүл шоқтарын қоюмен аяқталды. Ерлер ерлігі ел есінде мәңгі қалуы тиіс.